Қайырлы күн, құрметті жиналған қауым. Бүгінгі біздің кітап пен кітап оқуды насихаттау барысында өтіп жатқан оқы және жең онлайн байқауының күнделік атты подкастқа қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Қостанай облысы әкімдігінің және мәдениет басқармасының бас маманы Қыдырбек Қисқан мырза. Сәлеметсіз бе, Қыдырбек мырза? Қош келдіңіз. Биылғы жылдан бастап Қостанай облысының әкімшілігінің қолдауымен оқы және жең облыстық байқауы өтіп жатыр. Облыстық әкімшілік басқармасы Ринат Закиұлының қолдауымен Қостанай қаласындағы зерделі ақыл ой дамыту мектебі мен Тобыл торғай тарландарының демеушілігімен осындай үлкен жобалар іске асып отыр. Жалпы осы оқы және жең онлайн байқауының мақсаты кітап оқу мәдениетін дамыту. Бұл байқау оқырмандарды әдебиетке деген қызығушылығын арттыруға көмектеседі. Енді жалпы бүгінгі келген қонағымызбен сұхбаттасып, өзіміздің қояр сұрақтарымызды қойып отырсақ, жалпы осы қазіргі таңда біздің жастарымыздың арасында ең үлкен мәселе деп те айта аламыз, кітап оқуға деген қызығушылық. Қандай да бір үлкен әрдайым мәселе, көбінесе ғаламторда отырады да, кітап оқуға өте ынталары болмайды. Осындай уақытта қандай сол жастарға қандай бағыт бағдар берер едіңіз? Сонымен қатар өзіңіздің ең бірінші оқыған шығармаңыз туралы айтсаңыз, неше жасыңызда оқыдыңыз? Ол шығарма сізге қандай кейіпкерлермен ұнады? Осы жерде отырған жастарымызбен бөлісе отырсақ. Рахмет. Ең алғаш оқыған кітабымнан бастайын. Мен өз ес білгеннен газет журнал оқып отыратын. Білмеймін, ол неше жасымнан тілім шығып, сол 3 жас па, 4 жас па сол кездерден. Жюль Верннің шығармаларын оқимыз. Николай Носовтың аудармаларын, дым білмес деген. Сосын мынау бізде фильм болды ғой, «Неуловимые мстители» деген. Сол фильмнің анандай әдемі суреттермен безендірілген сондай кітап нұсқасы шыққан. Соны оқитынбыз. Ең алғашқы шығармалар. Сосын енді әрине Бердібек Соқпақбаевтың шығармалар, «Жекпе-жек», «Менің атым Қожа», «Бала шақтан болашаққа» деген, солардан бастап оқыдық. Өстіп келіп, ақырын әдебиетке, сосын мынау жыраулар поэзиясына, ай заман, 5 ғасыр жырлайды, сосын тарихи романдарға көбірек. Соның ішінде қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларына Абай жолы, Ұлпан, Бақытсыз жамал дейді, Қалың мал дейді. Осындай кітаптардан бастап, кейін мынау көшпенділер трилогиясы, сөйтіп адам кітапқа енді келе адам жас келген сайын, мысалы студенттік кезде оқитын кітаптарың болады. Енді бұл романтика, лирика, кейін адам ақыл ой сана Төлен Әбдіктің шығармаларын оқиды, әлемдік классиктердің шығармаларын оқиды. Философиялық тұрғыда осылай шығармаларға ауысып отырасыз. Мысалы, Мұхтар Мағауиннің «Жармақ» шығармасы сияқты мынандай адамды ой өрісін дамытатын сондай кітаптарға ауысамыз. Енді қазіргі таңда өздеріңіз енді кітапхана қызметкерлерсіздер, көріп жүрсіздер. Мысалы, бұрынғыдай ұзын сонар үлкен шығармалар емес, қазір жастарға бір ой салатын, бір қысқа да нұсқа түсінікті кітаптар көбірек шығып жатыр. Байқайсыздар ма? Мысалы, ол шетелдік авторлардың болсын. Мысалы, кеше маған ұнаған Шыңғыс Мұқан бас редактор болған Ахмет Байтұрсынұлы «Кім» деген қысқа балаларға арналған. Ол балаларға ғана емес, енді ересектерде содан сол кейіпкер туралы толық мағлұматты ала алады. Негізгі мағлұматты толық емес, негізгі мағлұматты ала алады. Мысалы, оның туған жерінен өскен ортасы, шығармашылығы, оның қайраткерлігі, оның өмірінің соңы, оның айналасы, ортасы, соның бәрін бір кішкентай ғана кітапшаларға сыйдырып, мен ойлаймын, міне жастарды кітап оқуға тарту үшін осындай қызықты, танымды қысқадан нұсқа, мысалы үлкен бір жуан романды
кішірейтіп тұрып беретін болса, енді Мазмұны. роман емес, жалпы адамның өмірі, басқа бір мемлекет туралы, бір облыс туралы, қандай да бір оқиғалар туралы қысқартып, неғұрлым ықшамдап беретін болса, соны жастар, балалар жақсы оқуға тиіс. Рахмет. Енді ары қарата жалғастырайық. Жаңа осы жалпы оқу және жең онлайн байқауында біз айтып жатырмыз ғой, барлық осыған қатысушылар да біледі. Бұл жалпы үш кезеңде жас санатына байланысты кітаптар беріледі. Мысалы, орысша, қазақша кітаптар беріледі. Сол кітаптарды оқи отырып, біздің қатысушыларымыз әр кітапты оқыған сайын тест тапсырып, 15 желтоқсан күні осы үш кезеңнің қорытындысымен эссе жазамыз. Эссе жазғаннан кейін 21 желтоқсан күні осы біздің байқауымыздың жүлдегерлері анықталады. Енді осы қазіргі таңда үшінші кезеңі болып жатыр. Осыған дейін екінші кезеңде 19 және жоғары жаста бізде Жәде Шәкенұлының «Қаралы көш» романын берген болатынбыз. Неге сол роман берілген болатын, сол роман бойынша біздің қатысушыларымыз тест жазды. Тіпті бізге өзімізге жазған қатысушыларымыз болды. Мінекей керемет сондай байқау өтіп жатыр. Осындай біздің жазушыларымыз арқылы біз көптеген тарихи өзіміздің жаңағы бұрынғы оқымаған, білмеген жерлерімізді біліп жатырық деген сондай өзіміз жақсы лебіздер естіп жатырмыз. Сонымен қатар осы биыл жаз мезгілінде бізге Қостанай қаласында Жәде Шәкенұлы келіп кеткен болатын. Жастар сарайында кездесу болды, сол жерде өзіңіз де болдыңыз. Енді мына біздің өсіп жатқан жастарымызға осы Жәде Шәкенұлы туралы кішкене еңбек жолдары туралы, қандай романдарын білесіз, өзіңіздің жүрегіңізге жақын алып, жастарға қай роман оқы деп сіз айтар едіңіз, осы жөнінде тоқтап өтсеңіз. Жақсы, біз енді Жәде Шәкенұлын көрмей тұрып, осыдан 15 жыл бұрын ол кісінің шығармашылығымен таныс болдық. Ол кезде мына интернет кеңістігі енді бір қарқын алып дамып келе жатқан кез, «Қаралы көш» романы осы Қостанайға жәшік-жәшігімен келіп, осы жердегі оқырман қауымға таратылды. Сол кітаптың біреуін қолымызға ұстадық. Бұл Жәде ағамызбен биыл таныстық қой. Сол 15 жылдан кейін, шығармасын оқығаннан кейін. Биыл танысып сөйтсек, бұл кісі бастапқыда бұл «Қаралы көш» романын 4 кітаптан шығармақ болған екен, 4 том, яғни. Одан кейін 2 томға қысқартқан. Сөйтіп отырып, сығымдап отырып, бір кітап қылып қана шығарған. Сіздің айтқаныңызды. Жаңа біз алдында айтып отырғанымыздай, ана 3 кітапты, 4 кітапты оқыған жақсы ма, немесе бір кітапты қысқаша. Ол бір кітаптың ішінде сол бүкіл оқиға түгел жаңағы көрініс табады. Бүкіл оқиғаны соның ішіне қамтиды. Мысалы, әліп деген енді тәйжі үкірдай дейді. Мысалы, біздің тілмен айтқанда бір үлкен аймақтың басшысы. Сол аймақты басқарып отырған адамды жаңағы Қытай үкіметінің жендеттері келіп бір күнде қырып кетеді. Бірақ сол кезде соның ұлы Елісхан деген батыр сыртта нөкерлерімен шығып кетіп, шаруалармен ауылына келсе 117 адамды қырып тастаған. Енді бір қызық айтайын, сол романда енді оқып отырса балалар, кішкентай Томық деп атап кеткен бала, 7 айлық жағы 2 қабат әйелдің ішін жарған кезде ішінен бала тірі шығады ғой, 7 айлық бала. Соны тымаққа салып, керегенің басына іліп қойып, сол артынан тымақ қой, енді тымаққа салған баланы сөйтіп еркелетіп жүріп, аты Томық болып кетеді. Ол кісі бір 10 жыл бұрын ғана ма дүние салды, Түркияда жүріп. Көрдіңіздер ме, міне қандай қиын тағдыр. Сол «Қаралы көш» романы сол уақыттарда өте бір интернетте, қоғамда бір үлкен жағындай жақсы жағы пікірталас деп айтпаймын, енді оң бағасын алған сондай бір шығарма. Енді биыл Жәде Шәкенұлы Қостанайға келді, ол кісімен таныстық. Ол кісінің енді көп шығармалары бар. Енді қазір ол кісінің сол жаздағы келген миссиясы енді Қостанайға келіп тұрып, зиялы қауыммен, оқырманмен бір кездесу жасады. Ол кісі сол аралықта 2-3 күнге мына Ресейдің төмен қорған облыстарына барып, сол жақтағы бұрынғы жаңағы Сібір хандығының көшім хандығы дейді ғой,
сол Сібір хандығының орнын барып көріп келді. Оның астанасын көрді, олардың көшіп қонған орындарын көрді. Енді келешекте сол туралы бір жақсы хикаят жазғым келеді дейді. Өйткені ол жазушы кісі барып егер сол орынды көрсе, ол жерді тамашалайтын болса, онда адам жаңағы көбірек әсер алады. Сіз көрмеген жеріңізді, мысалы осы Қостанайда отырып алып, біз көрмеген Маңғыстау туралы жазсақ, бәрібір ол әсер болмайды. Сіз ана суретін қарап, қаншама адамдардың суреттегеніне қарап отырып жазғаныңызбен, ол ілуде біреу. Сіздер естеріңізде болса, осыған дейінгі оқы және жең байқауында кім Тұрсынхан Зәкенұлының Көкбөрілердің көз жасы романы. Ол романмен ол кісі үлкен байқау жеңімпазы болған 2000 жылдары. Сол Көкбөрілердің көз жасын өзі айтады, мен сол Қытайда тусам да, Қытайда туған қазақ жазушысы, Моңғолиядағы жер-су аттарын, олардың орналасқанын, енді былайша айтқанда 95% деді ме, қателеспесем, дәлме-дәл суреттеген. Көрдіңіз бе? Сондықтан Жәди ағамыз да сол Ресейге барған сапарында сол болған оқиғаның іздерін көзмен көріп, енді сол ертең сол жазуға отырған кезде сол өте әдемі әсер береді. Мысалы өзендердің жағасы, ағаш, орман, тоғай бүкіл жерде бар ғой, бірақ әр жердің табиғаты әр келкі болады. Оны суреттей білу керек. Сондықтан Жәди ағамызбен осы жол танысып, өте жақсы пікірлес, аға іні болып кеттік. Енді ол кісі сол арасында шығарман жазған кезде осы Қостанайдың жері туралы да қосып кеткісі келеді. Өйткені жаңағы көшім хандығының бір шекарасы осы Қостанай жерімен шектеседі екен. Сондықтан келешекте сол Жәди ағамыздың шығармашылығына біздің Қостанайдың жері де кіреді деп сенеміз. Рахмет. Енді жалпы кітап оқу бұл үнемі дамудың, білім алудың жолы. Жалпы біздің Лев Николаевич Толстой атындағы облыстық кітапхана әрбір шараны осы қала мәдениет саласының өсіп өркендеуіне сүбелі үлес қосып келеді деп айтуымызға болады. Кітапханамыз қаладағы білім ошақтары мен мемлекеттік мекемелермен тығыз байланыса отырып, жыл бойы түрлі іс-шаралар ұйымдастырып, кітапханашылар жас ұрпақты кітап оқуға баулумен, сонымен қатар руханиятты дәріптеп келеді деуімізге болады. Енді жаңа сіз өзіңіз айтып жатсыз, кітапты жастар оқу үшін жаңа томдық емес, қысқарып мазмұнын қысқартып бір кітап қылып шығару арқылы жастарға қызық, сол уақытта қызықты болады деп жатсыз. Енді жалпы осында менке жаңа айтып жатыр, оқы және жең байқауы, осындай байқаудың тағы да қандай іс-шаралар, қандай жобалар өзіңіз ойлайсыз, осылай өтсе қалай болады деген былай өзіңіздің ойыңызда бар ма? Ол кітап оқу мысалы отбасынан басталу керек, солай ма? Отбасыңда бір кез келген Ыбырай Алтынсарин шығармасы болсын, мысалы 10-шы сыныптың оқушылары, олардың да іні бауырлары бар ғой, бір үйде тұрып жатқан. Солармен бірге, әке шешесімен бірге отырып, мысалы бір шығарманы алып, оны біреу оқып тұрып, немесе бірнеше кейіпкерге бөліп, сол кітаптың ішіндегі, соны үйдің ішінде шағын көрініс қып қоятын болса, және сол көрініс ертең ана балабақшадағы бала, сол балабақшадағы кішкентай бүлдіршіндердің арасында сондай кітапты алып, қысқа ғана, мысалы жаңағы сауысқан мен түлкі деген сияқты, көрініс ретінде күнделікті солай 2 бала, 3 баладан бөліп беріп отыратын болса, енді балабақшада балалар оқи алмайды шығар, бірақ соны тәрбиешісі оқып беріп, ана балаларды соған дағдыландырып бейімдейтін болса, сосын мектепке келген кезде 1-ші, 2-ші, 3-ші сынып, әрбір сыныптың деңгейіне қарай сол бірнеше бала сол кітаптың ішіндегі өзінің кейіпкерлерінің жаңағы реплика дейді, контексттерінен алып оқып жаттайтын болса, міне кітап оқуға деген құмарлық содан. Мен қазір мысалы кітап дегеннен шығады, мысалы 24-ші гимназия,
24-ші гимназияда Балдырған журналына 280 бала жазылыпты. Тең жартысы деген сөз. Мектептің тең жартысы Балдырған журналына жазылған. Ол деген не деген сөз? Ол кітап оқуға деген ұмтылыстың алғашқы көрінісі. Ертең Балдырған журналын оқиды. Одан кейін балалар шығармашылығына арналған кітаптар, сөйтіп адам өзінің өсу деңгейіне қарай, жаңағы жасына қарай сол кітапқа деген құмарда сол арта беретін болады. Қызығушылық артады. Енді Сондықтан жаңағы кез келген ортада оның тәсілдері көп. Мысалы университеттерде оқу жарыстарын ұйымдастыру, мекемелерде, кез келген мекемеде, мысалы мемлекеттік органдардың ішінде де, квази мемлекеттік, жеке меншік оқу орындарында оның тәсілдері өте көп. Қазір жаңағы бір өкінішке қарай бір әлеуметтік желіден оқыдым. Жаңағы кофе бук дейді. Енді кофехана мен кітап оқитын орын, сондай бір орын жабылып жатыр деп дабыл қағып жатыр. Ол өте аянышты нәрсе. Өйткені адам дәмханада отырып, егер кітап оқып отырып, соған бонус алатын болса, жеңілдіктер алатын болса, неге оны тәжірибеге қолданбасқа? осыны өзіңіздің. Сондықтан тәсілдер өте көп бұл кітап оқудың. Жақсы. Енді жалпы бүгін енді бізге өте көп уақыт берілмейді. Осы уақытты пайдалана отырып, жалпы мына келген біздің болашақ балаларымызға, мына конкурсқа, осы байқауға қатысып жатқан қатысушыларға өзіңіздің тілегіңізді айта отырып, мына оқы және жең байқауы сізге қаншалықты маңызды? Жалпы осы жоба сізге жылдан жылға міне өтіп жатыр. Жылдан жылға біз бұны көркейіп, бұдан сайын жақсы болады деген үміттеміз. Өзіңізге қалай көзқарасыңыз осы байқауға деген? Дұрыс, өйткені әрбір адам бір шығарманы оқу арқылы сен өзіңнің тарихыңа, мәдениетіңе, руханиятыңа үлес қосу деген сөз. Сен бұл байқауға 10 мың адам қатыса ма, 1000 адам қатыса ма, сол оқыған шығармасы арқылы сен еліңнің, жеріңнің тарихын, салт дәстүрін, мәдениетін біліп, меңгеріп шығатын боласың. Оның енді орасан пайдасы болмаса, енді зиянын көрмейміз. Өйткені сіз кітап оқу арқылы бірер сәтке мына смартфоннан алыстайсыз. Сіз кітап оқу арқылы жаңағы ой өрісіңізді жетілдіресіз. Есте сақтау қабілеті. Енді адамның жан-жақты болып дамуына осы кітаптың беретін дүниесі өте мол. Әдеби сөйлеуге деңізші. Ертең сөйлеу дағды бір жерде тұрып, қысылып, қымтырылып тұрмай, кітап оқыған адам белгілі болады. Бұл кәдімгі оқушылардың арасында да зиялы балалар өте көп, өте ақылды қазір кітап оқиды. Бұлар қысқа сондай оқиғаларды оқып, сөйлеу мәнерлері де өте жақсы қазіргі балалардың. Сондықтан көрініп тұрады, кітап оқыған жастардың жаңағы сөйлеу мәнерінен ақ көрініп тұрады. Сондай мәдениет, адам өзі де кітап оқығаннан кейін жаманшылыққа бармайсың, өзіңді жоғары мәдениет ұстауға тырысасың. Жақсы, сізге көп рахмет айтамыз. Сұхбатымыз өте пайдалы болды деп ойлаймын біздің жастарымызға. Бүгінгі тыңдармандарымызға, сізге еңбегіңізге табыс тілейміз. Тыңдармандарымыз сіздерге көп кітап оқыңыздар дейміз, ешқашанда жалықпаңыздар дейміз. Осындай біздің Қостанай облысында қала ішінде мектепшілік болып жатқан қандай да бір іс-шараларға, байқауларға үздіксіз қатыса отырып, өздеріңіздің тіл мәдениеттеріңізді, сөйлеу мәдениеттеріңізді көркейте беріңіздер дегім келеді. Сау, саламатта болыңыздар.